Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздерге өте ерекше, өте дәмді, пешке пісіруді қажет етпейтін тәттінің түрімен танысатын боламыз. Өте оңай, бар жоғы 10 минут қажет. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге алдымен осындай сгущенкамыз қажет. Осыны құйып ыдысымызға, үстіне шамамен 60-70 граммдай какао қажет. Осы екеуін жақсылап біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Бар жоғы менде 15 минут уақытым кетті. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Оның үстіне менде 50-60 мл-дей ерітілген сары майды қосамыз. Тағы да біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып, енді біз бар жоғы бәріміздің үйімізде бар осындай печеньені аламыз. Менде шамамен осындай печенье алдым. Бұны алып, оқтаумен езіп алдым. Біркелкі майда болғанша. Менде арнайы езілетін аппарат болмағандықтан осылай оқтаумен езе салдым. Дәл осылай барлығын езіп болған екен. Бұны жаңағы біздің сгущенка және какаомыздың үстіне салып араластыратын боламыз. Өте дәмді, кәдімгі торттардан кем түспейді. Достар, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша ютубтың каналына үлес қосуларыңызды сұраймын. Мен үшін әрбір адам жазылғаны өте маңызды. Дәл осылай міне екіге бөліп салып аласыздар. Егерде аздау болып қалса, тағы да езіп сала береміз. Кәдімгідей қаттылау, қолға жабыспайтындай болғанша қосамыз печеньені. Менде мына печенье өте өзіне лайықты түрде алған екенмін. Енді осыны қолымызға жабыспайды. Дәл осылай дөңгелек қылып немесе кез келген формата жасай бересіздер. Мен осылай домалақ еткенді ұнатамын. Дәл осылай барлығын жасап тарелкаға қойып шығамыз. Біздің тәттіміз дайын. Бетіне какао сою стружка немесе сахарный пудра, кез келген тәттілер сеуіп жесеңіздер болады. Мен ештеңе сеппедім. Сіздермен болған Әйгерім. Өте ерекше дәмді болып шықты. Қош сау болыңыздар.